да қояды. Олымның атынан баршаңызға тамаша сыйлықтарыңыз үшін рахмет айтам. Ал өзіміз не сыйлаймыз? Не сыйласақ екен? Ойланшы. Аздаған ұлпа болды, сосын бұйра болды. Және кішкене бір түйдек болды. Оның аты Пырақ болсын. Бұдан бұлай ол сенікі. Кішкентай қолының сол. Ұлым менің, тәп-тәтті Геркулесім. Тебіреніп кеттік қой. Тамағыма сүйек тұрып қалғандай жұтын алмай қалдым ғой өзі. Мұналар тасқа айналып кеткен бе? Қалайсың? Бәрекелді, көйлегін керемет. Көрмегелі қай заман? Өлілер мекені қалай өзі? Қалай дерің бар ма? Қап-қарат, нөксір, өңсіз көрініс және айналаң толған мәйттер. Біздің ішек осы екен ғой. Түрден сол. Ал мынау бөпенің емізігі қанекей. Қараш өзіні мақта. Ой, Шаид, сонша түнеріп не болды? Көңіл көтермейміз бе? Дұрыс қой, бірақ мен 2 күннің бірінде той-тойлап жүретін сендер сияқты емеспін. Өйткені күні-түні жұмыстан қолым босамайды. Әрине, ол да мына сенің арқаңда Зевс. Жағдай солай. Қалар ем, бірақ болмайды. Сен мұна түріңмен көп ұзамай құрыйсың ғой. Құрыйсың дейм. Саған дәмесің қара. Басқа, бірақ дәл айттың жынна тимеу керек. Оның да бір арам ойы бар. Жер астында түнек, патшасы Зевстің ініседі. Әлемнің бәрін талқан етті, ойы бар бүлдірмек. Маңайдың бәрін ойранда, орнатпақ бәрдірмек. Томпақ! Келе жатырмын түнек әміршісі! Кегелек! Ой, кешіріңіз, қазір барам. Томпақ! Кегелек! Бәріне дайынбыз! Жарайды, болды. Тағдыр құдайлар келген бойда маған айтыңдар. Олар осында. Осында дейсің бе? Маған неге айтпадыңдар? Біз сүйкімсіз сұрғыландармыз. Тек ұмытып кетпей, кездесуден соң көкелеріңді танытам.